Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кез келген өзімізге ұнаған суреттен біз промптты қалай аламыз. Сол сурет бойынша промптты өзгеден сұрамай, өзіміз қалай жасап аламыз. Соған тоқталмақшымын. Ол үшін бізге алдарыңыздағыдай image prompt сілтемесінде төменге қалдыратын боламын. Бұған тіркелмей ақ жасауға болады, немесе оңай табу жолы біз қарапайым кез келген Google іздеу жолағына жазамыз. Генератор промпт жазылып тұр, дәл сондай қылып жазатын боламыз. Менде бірінші болып шығып тұрған сілтемеге өтетін боламын. Енді сіздерде бірінші болып көрінбей тұрса, онда ол төменгі жағынан іздеп қарайтын боласыздар. Бесплатный генератор промпт по картинке деп жазылып тұр. Осыған шертемін. Менде ол тіркеліп отқасын жерде қазір. Кіріп отырмыз ішіне қарай бірден. Тіркелмей ақ та сразу промптты алуға болады. Тіркелген кезде қалай болып шығады, оны да көрсететін боламын. Осы жерде арзыларыңызда қарап тұрсам, загруз изображение деген тұр. Осы жерді шертемін. Сол жерден өзіміздің компьютеріміздегі суретті таңдайтын боламыз. Енді мен жаңа бір сурет сақтап қойдым. Яғни, мысалы өзіме ұнаған басқа бір сурет деп, мысалы өзгенің бір суретін скриншоттап алып қойдым. Мен соны көрсетіп көретін боламын сіздерге. Жиі жасаған сурет, осы бойынша промпт алатын боламыз. Қабылдады. Осыған енді промпт керек. Ештеңе өзім ағылшынша промпт ала берем, мына жерде тілін таңда деген. Ағылшынша промпт ала берем, сол бойынша генерация жүреді бізге промптқа. Сосын яғында осының промпт шықты. Дәл осыны осы жерінде көшіріп алуға болады. Мен қазір қайтадан осыны қайтып келіп көрсететін болып. Енді осы дайын алған промптымызды біз қазір салып көреміз Gemini'ға. Промптты жаздым, құралдардың үшін сурет жасауды аламын. Енді мына жерге мен өзімнің суретімді қосам, өйткені жаңағы суреттегі кейіпкер бойынша мен өз суретімді жасап шыққым келіп тұр. Сол себепті де қазір өзімнің бір суретімді қосатын болам. Мен санай бір суретті қойдым. Енді осы бойынша қалай жасап шығады екен қазір көретін боламыз. Жаңағы бізге сурет бойынша жасап берген промпты осы бойынша жіберіп көреміз. Қаншалықты қалай шыққанын қазір бірге көретін боламыз. Жасап жатыр. Енді бұл жасап болғанға дейін мен сіздерге жаңағы біздің генератор жасайтын, промпт жасайтын немізге өтсек, мына жерде төменгі жағында енді жаңа промпт алып берді ғой. Енді осыдан сурет жасау дейді. Мен басып көремін. Енді басып көрген кезде бізде арнаға тіркелуді сұрайды. Сіздерде мен тіркелгесін жерде автоматты келесі бетке өтіп кетіп отыр. Енді мына жерде қарасаңыздар, менде не шығып тұр? Кредит деп шығып тұр. Бұл кредит дейді. Бұл жерде уже бізге ақылы нұсқасына алып кетеді. Ал бізде тегін нұсқасын, сонда бұл платформа бізде сурет жасайды, бірақ ақылы нұсқасына кетіп қалады. Сол себебі ал бізде тегін нұсқасында біздің жасап отырғанымыз мынау ғой, тегін нұсқасында 5, яғни сурет жасайды екен. Текст суреттен 5-еуін кері қарай промптқа айналдырып алу мүмкіндігі бар екен. Менің кескінімді өзгертіп жіберді. Байқасаңыздар, әшкейімді қалдырғанда, но бірақ кескінді өзгертіп жіберген сияқты. Негізгі несін енді қалдырған, бірақ сәл өзгеріспен келіп тұр. Енді бұны арман қарай тағы да өзгертіп жасап, яғни промптты алып, ары жағын дайын промпт болса, бізде ары жағында кез келген сөзді өзгерте отырып, өзіміз дұрыстап алуға болады. Мысалы 100% сақталсын деп, кейіпкердің бейнесін 100% сақта деп қайтадан қосып салып жіберіп, яғни бірақ біз әйтеуір жылдам ғана өзімізге қажетті промптты кез келген сурет бойынша алуға мүмкіндік береді. Егер де сіздерге видео пайдалы болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, каналды қолдай отырыңыздар.